Бұл бізде білім ағашы A4 форматта жасалған. Балалар мысалы сабақ соңында өте жақсы сабақты түсіндік деген болатын болса, осындай, мен өте жақсы түсіндім деп қызыл алмаларды жабыстырады. Жоқ, мен толық әлі түсінбедім деген балалар болатын болса, онда жасыл алмаларды жабыстырса болады. Әрбір алманың артында липучкалары бар, осылай жабыстыруға болады. Немесе жоқ, мен сабақты мүлдем түсінбедім бүгінгі өткен тақырыпты дейтін болса, онда сары алмаларды жабыстыруға болады. Және әрбір алманың сыртына мына жерге баланың атын жазып қойса болады. Баланың атын жазып, және қай бала қай деңгейде бүгінгі өткен тақырыпты түсінгенін көруге болады. Және осы алма ағашы арқылы бүгінгі өтілген тақырыпты немесе ашық сабақ болса да, қанша бала, қандай, мысалы бүкіл сыныптағы балалардың қанша проценті түсінді, қаншасы орташа түсінді, соны байқап білуге болады. Мынаның барлығы липучкамен, әрбір алмасы ламинатталған. Мына алма ағашының өзі де ламинатталған, қалың болып келеді. Және ұзақ сақтауға болады, өте ұзақ пайдалануға болады, яғни жыртылып, мыжылып қалмайды.